Жәй ана кісі аяғымды басып кетті деп қанша ауырсынса да білдірмей орнынан тұрып, бос тұрған сәкке барып шетіне отырды. Сәттің шешесі жанына тағы келді. Жәрия осы кісінің атын да білмейді. Балаларға ұқсап Сәттің мамасы дей салатын. Бағанағы баласы айтқан жаңа үйге көшу жайы жанына тыным бермей, «Сізден бірдеме сұрасам бола ма?» деді ұяла. «Сұрай ғой» деп жанына отырды. «Сіздерді көшеді деп естідім. Рас па?» «Рас, ағаң ипотека дегенге жазылып несиеге 2 бөлмелі пәтерге ілінді. Былтыр саған айтып едім ғой, есіңде ме? Құдаларын жатақханада күтті деген атаққа қалып жүрерміз деп, ойбайладым деп. Содан бері ағаң ойға қырға шауып жүріп, тамыр танысымен ақылдасып, қарызға болса да ілінді ғой. Несие дегенің қып-қызыл қарыз сіңілім. Ай сайын төлеп тұруға тура келеді. Төлей алмасаң, үстемесімен қарыз мойныңа іліне береді» деп мұңын шағып алды. «Үйді бұзса біз қайтер екенбіз» деп бұл да мұңайып қалды. «Әне аналардың бәрі қайда шулап қалады десеңші» деді көршілеріне жаны ашыған әйел. «Жәрияш, мені институттан Түркияға оқуға жібермекші деп келді Мақсұт бір күні. Жүзінде қуаныш бар. Өзіне бұл ұсыныс ұнайтын сияқты. «Отырысымыз мынау күнде жиналыс. Сен сыртқа кеткенде бізді үйден қуып шықса қайтеміз?» деді әйелі ең негізгі себебін айтып. «Мұндай мүмкіндік бола бермес. Оның үстіне Түркияның құрылыс саласының әлемде өзіндік орны бар. Дизайнды жете меңгеріп келсем, жеке фирма ашып беремін, өзің жүргізесің. Мен докторлығымды аяқтаймын» деп қиялдап кетті. «Қанша жыл оқисың?» «Алғашқы баспалдағы 1 жыл екен. Егер толық курсын бітірем десем, тағы 1 жыл оқып жалғастырамын». «Сонда 2 жыл? Мен не істеймін? Қалай күн көрем баламен?» «Менің айлығым карточкама түсіп тұрады. Сонымен баланы оқытып күн көресің. Егер басымда баспанам болса үндемес едім. Үйдің түрі мынау. Қашан қуып шығады деп қопаңдап отырмыз» деді әйел. Екеуінің тірлігін қалай қарай бұрса да айналып келіп баспана мәселесіне тіреледі. Баспана жағдайын түзеп алмай, ешбір ұмтылыстары алға баспайтыны айдан анық болып тұр. Сәттің үй іші сияқты несиеге болса да пәтер алсам бекен. Екеуі қанша ойласа да, қанша достарымен ақылдасса да, мәселе алғашқы жарнасын төлеуге келгенде барғызбасым барғызбас болды дегендей ауыздарына құм құйылатын. Алатын үйдің 30% құнын алдын ала төлеуге қаржыны қайдан алады? Жәрия қазақтың әйеліне тән көнбістікпен, қашанда күйеуінің айтқанымен жүретін, анасынан көрген тәрбиесімен қанша қиналып тұрса да, Мақсұттың оқуға деген ындасын қайтармай, Түркияға барып, білім жетілдіріп келуіне келісті. Мақсұттың оқуға баратын мезгілі жақындаған сайын, ішін бір нәрсе қуыстап кеміріп жатқандай мазасыз күй кеше бастады. Не болатыны белгісіз баспанаға жары мен ұлын қалдырып, қызын енесіне тапсырып кетіп бара жатқаны жанын жейді. Бармайын десе, арғы жағынан бір сезім, осы жолы оқып докторлығыңды қорғап кел, сонда сенің өміріңе бір жарық сәуле түседі, жолың ашылады дейтіндей. Ақылдасатындай кімі бар? Жасы 70-тегі анасы сауатсыз, Алакөлдің маңайында, жалғыз інісінің қолында. Батасын бергеннен басқа берері де, қосар ақылы да жоқ. Ол кісінің аналық ақылы осы заманның оқыған баласы мен нарықтың жағадан алған жанталасына жұлық болар ма? Жанын қоярға жер таппай кеткен соң үлгі алып, дәріс тыңдаған институттағы Ағыбай Сләмұлы деген доктор ағасынан барып ақыл сұрап еді. «Балам, мені бірдеңе білер деп келсең, айтарым сол, тегін жіберіп тұрғанда оқып кел. Бүгін ақша жасап жалмаңдап жүргендер, ертең сенің біліміңнің алдында басиып тұрмасына кім кепіл? Білім – капитал, оны ешкім тартып ала алмайды» деп қанаттандырып қойды. Коньягын құйып, қазысын тістетіп, өткен-кеткенді есіне түсіріп, біраз отырды. «Келінге айт, үндемей отыра берсін. Сол үйден қуып жатса көрерміз. Ең болмағанда баламның бос пәтеріне көшіріп алармын. Ертең маған келсін. Лабораторияға жұмысқа алайын» деп әкесіндей қамкөр сөз айтып шығарып салды.
Әкеден ерте қалған бейбақ бала мына сөздерден кейін Алатауға арқа сүйегендей, әкесі тіріліп келгендей болып, тіпті қуанғанынан автобусқа мінгенді ұмытып, үйіне 3 аялдама бойы жаяу жүріп келді. Жарияға Ағыбай Сләмұлының айтқандарын жеткізіп, телефонымен мекен жайын түсіндіріп, енесімен телефон арқылы сөйлесіп, жағдайды түсіндіріп, қызының сағынышты даусын естіп, көңілі жайланды. 2 күннен кейін Мақсұт ұлы мен келіншегі үшеуі аэропорттың шығарып салу залында көздері боталап қоштасып тұрды. Жария Ағыбай Сләмұлының лабораториясына ассистент болып орналасып алды. Жатақханадан әні қуады, міні қуады дейтін көршілердің ойбай шуына да құлағы үйреніп қалды. Ұлының құжаттарын мектепке өткізіп қойды. Аптасына 1 рет Мақсұт телефон соғып, жағдайларын біліп, өзінің тірлігінен мағлұмат беріп қояды. Анда-санда шапқылап Шара келеді. Шара өзінің айналысып жүрген ғылымына, жан дүниесімен еніп кеткен адам. Оның бар әңгімесі баласыз отбасыларына көмек көрсету. Айтып отырса, оның жұмысында адам айтса нанғысыз оқиғалар болып жататын көрінеді. Оларын адамдардың тағдыры медицина саласындағы жаңа бастама деп бастап, жаны қалмай келіп, Жарияға түсіндіреді. Қазаққа көбею керек. Статистикалық мәліметтер еліміздегі отбасылардың 15% балалы болуға қабілетсіз дейді. 30% отбасының репродуктивтік технология бойынша емделуі қажет. Әрбір 5-ші отбасы бедеуліктен қорлық көріп отыр. Соңғы уақытта кейбір мәжбүр болған жағдайда перзент бұйырмаған отбасы бала табудың жаңа тәсіліне көшкен. Бұл әйелдің жатырынан операция кезінде айырылып қалған жағдайда, немесе жатыры болса да жүрек ауруына, бүйрек ауруына байланысты бала көтеруге денсаулығы жарамайтын жағдайларда амал жоқ жүгінетін тәсіл. Яғни суррогат анаға, қазақша құрсақ анаға сүйенеді. Мұның тиімді жағы өз ұрпағын жалғастыру, шаңырақтың шайқалмауы, жұбайлардың жарасымды өмір сүруі. Тапсырыспен бала көтерген ананың қызметі тегін тұрмайды. Баласыз жақпен бала тауып бере алатын жақ келісіп, мәселесін шешеді. Табиғатымызға жат болса да, бұл үрдіс өмірімізге еніп келеді. Балаға құштар болған атана медицинаның мұндай мүмкіндігіне қуанады. Біз соған көмектесеміз, деп барып бір тоқтайды. Сендердің орталықтарың шетелден көргендерін ұсынғанымен, оны біздің халық қалай қабылдар екен деп Жария қарсы сұрақ қояды. Денеден тыс ұрықтандыру орталықтардың қызметіне жүгінетіндердің 90% өзіміздің қаракөздер. Балалы үйді базарға, баласыз үйді қу-мазарға теңейтін қазақ үшін өмірінің соңында жалғыз қалудан үлкен қасірет жоқ. Осы негізде жасалған құрсақ-ана тәсілі көпшілікке қолданыла бермейді. Тек қана жатыры жоқ немесе денсаулығы жүктілікті көтермейтін әйелдерге жасауға болады. Немесе бірнеше рет денеден тыс ұрықтандыру жасап, жатырында өз эмбриондары өнбей қалған әйелдер келесіде өзіне де суррогат анаға да салдырып жатады. Бір қызығы өзі көтермей, сол құрсақ анаға салған эмбрион өсіп өнетін кездері де аз емес. Және жатырының ақауы бар әйелдерге де қолданылу мүмкіндігі бар. Бір сөзбен айтқанда, еріккеннен баратын тәсіл емес, жан ұшырып амал жоқтан, өз перзентін сүйіп, отбасын сақтау үшін барады. Басына мұндай қасірет түспегендер суррогаттық туралы әртүрлі айтылып жүрген пікірге қосылады. Даттаушылар ата-бабамызда болмаған сұмдық десе, жақтаушылар ажырасудың санын азайтып, қазақтың санын көбейтудегі тиімді жолы деп қарсы дау айтады. Құрсағына қарыз бала көтергендердің көбісі қазақ қыздары дейді құрбысы өз ісін дұрыстап. Оның үстіне қолдан ұрықтандырып жасаған баланың келешек өмірі, денсаулығы қандай болады, дейді күдігін жасырмай бұл. Ерлі зайыптылардың жұмыртқа клеткаларын түтікшеде ұрықтандырып, оны басқа бір әйелдің жатырына орнатады. Ол ұрық 9 ай ана құрсағында жетіліп, барлық балалар сияқты жолмен өсіп, уақытында анасы толғатып, адамзат баласы болып дүниеге келеді, деп қолымен қимыл жасап, қарнын сипап, дәрігер құрбысы түсіндіреді. Туылған балалар басқа балалармен салыстырғанда ешқандай денсаулығында айырмашылығы жоқ. Бүгінде әлемде 2 миллионға жуық бала дүниеге келген деп барып бір тоқтайды. Екеуі тағы біразға дейін пікір таласып барып ұйқыға бас қояды.
Тағы бір келгенінде шара балаға тапсырыс беретіндер мен баланы туып беретін құрсақ аналардың тізімі жасалатынын, тіпті сперматозоидтары жоқ күйеуі бар әйелдердің жұмыртқа клеткасына донор еркектердің жұмыртқа клеткасын қосып та ұрықтандыратынын, арнайы эмбриондардың доноры деген тізімін барлығын айтып таң қалдырды. Баласы жоқтарға сол тізімдерді ұсынып жағдайына қарай көмектесетін көрінеді. Әрине, мұндай көмек алатындардың қалтасы қалың болмаса, мәселе шешілмейді. Донор болатындар мен құрсақана болатындардың еңбегін шарт бойынша тапсырыс беретін жұбайлар мен нотариус арқылы өзара келісім жасап төлейді екен. Осылай оны заңдастырып та қойыпты. Шараның айтуынша балаға зар болып жүргендердің кейбірі тіпті пәтерде алып береді, ақшалай да үлкен бағамен келісетіндері де бар көрінеді. Балаға тапсырыс беретіндер құрсақ аналарды да таңдайды. Кез келген туып берем дегенге келісе салмайды. Олар алдымен ананың денсаулығының жақсы болғанын, мінез құлқының орнықты болғанын, наша, арақ шарап, темекі сияқты жаман әдеттерден аулақ болғанын алдымен талап етеді. Кейбіреулері тіпті жоғары білімді, интеллигентті отбасынан шыққанын, мейірімді болғанын талап етеді. Өйткені балаларын 9 ай бойы жүрегінің түбінде көтерген адамның қанша айтқанымен қаны араласып, соның бойынан нәр алатындықтан келешекте мінез құлқына әсер етуі мүмкін ғой. Ондай жоғары талап қойғандар төлемін де жоғары төлейді, дейді. Шараның әр келген сайынғы әңгімесі әсер етті ме? Күйеуі алыста, өзі қайтсем отырған баспанамнан айырылып қалмайын деп уайымдап жүрген келіншекке күндердің күнінде сондай шын ғаріп болып баласы жүрген отбасына бала туып беріп, мақсұт келгенше бір баспана жасап алсам бекен деген ойда түсті. Апа, мынандай хат келді деп қарсы алды баласы. Қолында алақандай қағазы бар. Ұлының қолындағы қағазды алып оқыған Жарияның көзі қарауытып, бәрібір осылай болатынын білгем деп ойлап орындыққа отыра кетті. Дәрмен анасына шошына қарап қалған. Апа, көкемнен бе? Деді. Жоқ, балапаным, үйді бір айдың ішінде босатыңдар депті. Біз қайда көшеміз? Білмеймін. Анасының көзі жасқа толып кеткенін көрген балақай, алыста жүрген жалғыз сүйеніштерін есіне алып, апа, көкеме звондайық, деді. Көкең біледі ғой, қайта айтпайық, оқуын бөлмесін, деп әйел дереу есін жиды. Орнынан тұрып мақсұт беріп кеткен жетекшісінің телефонын іздей бастады. Тауып алғанымен бірден хабарласуға батпады. Алдымен Шараға телефон шалайын, ақылдасайын. Ағыбай Сләмұлына ертең жұмыста кездесіп түсіндірермін деп ойлады. Айналайын Шарасы қай кезде де салып ұрып жетіп келеді ғой. Жұмыстан шыға сала таксилетіп келіп қалды. Бір шәйнек шәймен қуырдақты ортаға алып, екі әйел ұзақ отырды. Жария баспана мұңын айтып, Мақсұттың жуастығына шағынып жылап алды. Бір кезде Шара, Жария, сенің мәселең шешілетін мәселе ғой. Ертең күйеуің шетелден білім алып келеді. Содан кейін осындағы қолдан қолға тимейтін маман болады. Қазір құрылыс салудың дәурені жүріп тұр. Шамасы келгендер коттедж, дүкен, ресторан салып жатыр. Солардың бәріне сенің Мақсұтыңның сызбалары керек болады. Содан ақша жасап үй аласыңдар. Докторлығында қорғап алады. Екі балапаның өсіп келеді. Жария, сен білмейсің ғой менің сорымды, деп бетін басып жылап жібергені.